Ассалаумағалейкум. Армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен сіздерге қазақ тарихындағы қазіргі кезге дейін құпия болып қалған ақпараттар, яғни оқиғалар туралы айтатын боламын. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, барынша өз қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Ал достар, бірінші оқиға бұл Бауыржан Момышұлы атамыздың Мағжан Жұмабаев атамызды көргені туралы оқиға болып табылады. Сол үшін бейнені соңына дейін қарауға сіздерге кеңес беремін. Егер де сіздер тарихи және әдеби кітаптарды оқысаңыздар, онда Мағжан Жұмабаев 1938 жылдың наурыз айының 19 күні қайтыс болған делінеді. Сол жылдары Мағжан Жұмабаевтан бөлек тағы да басқа репрессия құрбандарының тірі екені туралы көптеген қауесеттер айтылып жүрді. Ал достар, сіздерге көп тұспалдай бермей, нақты Бауыржан Момышұлы атамыздың Мағжан Жұмабаев туралы айтқан оқиғасын сіздерге оқып берейін. Бауыржан Момышұлы: мен Мағжанды көрдім. 1948 жылы мен Сібірдегі 59-шы бригада командирінің орынбасары болып тағайындалдым. Кезекті әскери жаттығулар өткізіп жүрген кезімде Ну орманының арасында отқа жылынып отырған бір топ адамды көріп, маңына жақындадым. Киген киімдері біртүрлі, әсілі сотталғандар болуы керек. Олардан өзгешелеу, басында түлкі тымағы бар бір адам 10-15 метрдей жерде өз алдына жылынып отыр екен. Тегінде қазақ сияқты. Мен соған жақындап келіп қазақша «Ассалаумағалейкум» деп сәлем бердім. Ол менің сәлемімді ернін жыбырлатып қана қабылдап, түрме одырая қарады да үндемей отыра берді. Бұл не қылған адам деп өз ойымды жинап алғанша, ол теріс қарап отырған күйінде маған «жақындама, бәлем жұғып кетеді» деді. Сол кезде барып менің есіме Мағжан түсіп, оның өлеңдерін жатқа айта бастадым. Ол сәл жібіп: менің жағдайым қиын ғой, маған жақындамағаның дұрыс болар, шаман келсе мені елге жеткіз деді. Мен оның қазақтың ақиық ақыны Мағжан екенін біліп, шамам келсе көмектескім келді де, мен 10 шақты күннің көлемінде қайта ораламын, сол кезде дайын болып тұрыңыз дедім. 10 шақты күннен кейін уақытым болмай қайтып келе алмадым. Бір айдан кейін келсем, түрменің бастығы маған оның сал айдап жүріп суға кетіп қайтыс болғандығын айтты. Осы оқиғадан кейін барлығымызды Мағжан Жұмабаев 1938 жылы атылды ма, әлде бұл өтірік ақпарат па деген сияқты ой мазалайды. Егер сіз осы ойға байланысты өз тұжырымыңызды жаза алатын болсаңыз, онда пікір алаңға жазып кетсеңіз болады. Барынша барлығыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Негізі тарихта осыған ұқсас көптеген құпиясы ашылмаған оқиғалар және ақпараттар бар. Және байқасаңыздар, осы құпия ақпараттар мен оқиғалар көбіне КСРО мен байланысты. Неге десеңіздер, КСРО кезінде көптеген қылмыстар әлі күнге дейін құпия болып келеді. Осыған ұқсас тағы бір құпия ақпарат желтоқсан оқиғасына байланысты. Бұл желтоқсан оқиғасының қаһарман қызы Ләззат Асанованың оқиғасы болып табылады. Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің 2-ші курсында оқып жатқан еді. Ал желтоқсанның 25 күні тұңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына жеткен. Азалы күнді ана қинала еске алады. Түскі кез болатын. Есіктің алды қызыл жағалы. Адамдарға толып кетті. Қолдарында 2 қағаз бар. Бірінде қыздарыңыз нашар делінген, екіншісінде қыздарыңыз қайтыс болды деп жазылған. Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға желтоқсан көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпытаевтың денесі Алматыдан жеткізілген екен. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезеттік екен.
бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып ұшып өлді деп кінәлап алып келген. Шын мәнінде не болғанын іштей сезінгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті. Бәрінің артында бір адам. Менің де аузымды қақпайлап сүйекті аштырғысы келмеді. Бірақ мен оған көнбедім. Денесін аштырып көрдім. Байқағаным 4 мүшесі түгел сау, тек шүйдесі ғана ойылған. Менің ойымда 5-ші қабаттан құлаған адамның денесі мұндай болмайды деген алғашқы күдік пайда болды. Сол күні ұйықтамай таңға дейін ләззатыммен қоштастым, деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тарқалған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттаудан қорқатын болған. Ләззатқа деп жайылған дастарханның дәм тартуға халық қорыққан болуы керек. Келіп дәм татса, ол адам кінәлі. Менің келген кеткеніме аңдуда болды. 91 жылға дейін өмір осылай өтіп жатты. Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова желтоқсан көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол халықтың ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды. Анасының сөзінше 5 жыл бұрын нәзірден ауыз тиюге қорыққан халқым ләззатқа өздері нәзір беріп құрмет көрсетіп жатырған екен. Тағы 5 жыл өтті. Желтоқсанның 10 жылдығы да келді, бірақ ләззат ақталмады. Анасы Алматыға көшіп келіп, баласын ақтауға тырысқан екен. 8 айға созылған сот процесінен кейін ғана барып, Ләззат Асанова ақталған екен. Сот процесі барысында тұғылы құжаттар жарыққа шығып, Ләззаттың құрбы-құрдастары желтоқсан көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері одан көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. Осылайша 10 жыл бойы тұншыққан шындықтың беті ашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Алтынай Асанова осы мақаланың авторы кезінде музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованың және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған сот процесін тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұра ананың көңілде күдік басым. Бірақ Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны 22 жыл бойы шырқылдап айтып келе жатырмын, алайда оның өлімі туралы дәлел әлде табыла қойған жоқ, дейді анасы. Ләззат Асанова 2 мәрте, яғни 1997 жылы және 2004 жылы халық қаһарманы атағына ұсынылады. Бірақ зиялы қауымның атынан жазылған өтінішті атақ тағайындайтын комиссия қанағаттандырмады. Биылғы жылдың қарашасында Жаркент қаласының орталығында желтоқсан көтерілісінің құрбандары Ләззат Асанова мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш ашылды. Менің өз ойым, Ләззат Асанова нағыз қаһарман қыз болды, ал жалпы қаһармандық атақ беру берілмеуі шарт емес. Ең бастысы, халық оны қаһарман қыз деп санайды. Ал достар, осымен бейнемізді аяқталып келе жатыр. Ал сіздер дәл осындай форматтағы бейненің екінші бөлімін түсірсін десеңіздер, пікір алаңға өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Егер көпшілік дауыс жинап жатса, бұйырса міндетті түрде түсіретін боламын. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Сау саламатта кездескенше,
сау болыңыздар.